Сіз артық салмақтан арыла алмай жүрсіз бе? Жалпы қаншалықты спортпен айналыссам да, қимыл қозғалыста болсам да, осы артық салмақтан арылудың біршама қиыншылықтарға ұшырап отырады көп адамдарда. Оның басты себебі организмде инсулиннің көптеп бөлінуі. Жалпы сіздің организміңізде инсулин көптеп бөлінсе, сіз ол артық салмақтан мүлде арыла алмайсыз. Ол мүмкін емес. Жалпы инсулин дегеніміз не? Инсулин жалпы ұйқы безі бөлетін гормон. Оның қызметі қандағы қанттың көлемін ұстап тұрады. Жалпы мысалы адам глюкоза, жалпы адам тамақтанғанда глюкоза, жалпы углеводтарды айтатын болса, адам организміне түскеннен кейін ол инсулин бөлінеді. Инсулин оларды жалпы ыдыратып, жалпы клеткаларға жеткізіп отырады. Клеткаларға осы глюкозаны тасымалдау қызметі. Ол осы кезде, ол шамадан тыс бөлінген кезде клеткалардың жалпы инсулинге деген сезімталдығы жоғалады. Нәтижесінде клеткалардың жасушаларда ол глюкоза жеткілікті, ол ыдыраған жоқ әлі. Ал инсулин болса, сол глюкозаны алып жасушаларға барады, ол сәйкесінше глюкозаны қабылдамайды. Осылайша артық глюкоза жиналады, организмде жиналады, ол нәтижесінде майға айналу қасиет өте жоғары болады. Соның нәтижесінде организмде іште немесе басқа аймақтарда май басу процесі басталады. Инсулин негізінен адамда жалпы семіздікке, жалпы майдың организмде көптеп шоғырлануына үлкен әсер етіп отырады. Және де организмде артық майлардың ыдырауына жалпы осы кері әсер етіп отырады. Сол үшін де, сонымен қатар достар, стресстік күйзеліс жағдайында жүрген адамдарда осы майдың ыдырау процесі біршама тежеліп отырады. Сол үшін де көбінесе мамандар осындай проблема болған жағдайда, жалпы артық салмақтың болу кезінде, инсулиннің шамадан тыс бөліну кезінде интервалды ашығуды жалпы күнделікті өмірлерінің бір бөлігіне айналдырады. Жалпы дұрыс тамақтануды. Бұл жерде түсінген боларсыздар, жалпы адам углеводтарды, көмірсуларды, глюкозаны қабылдап отырады, жей береді, мысалы режимсіз. Жалпы нәтижесінде инсулин бөліне береді, нәтижесінде организмде ол артық болып майлану, жалпы семіру процестеріне пайда болуына алып келеді.